Фильм 100% қазақша жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің тапсырысы бойынша аударылып дыбысталды. Нағыз сырбаз жігіттер 17-ші бөлім. Қане? Я, жақсы, жарайды. Мырза, сіздің орныңызға мен ойнайын. Чу, ата тезірек, бұдан да тез. Немереммен ойнау мен үшін бақыт емес пе? Ал сен ондайды сезіне де алмас едің. Келе қой балам, Жиху, қалай қызық па? Жақсы. Я, ата, балық аулауға барайықшы. Ия, ата. Балық аулаймыз ба? Жарайды, қашан барамыз? Қазір барайық, үлкен акула ұстап алам. Жарайды, кеттік. Еркетайым-ай. Президент мырза, жүзіңіз балбұл жанып тұр ғой. Сен де өзің ата болғанда көрерсің әлі. Сол кезде түсінерсің бәрін. Иә? Не? Бұл анық па? Тез жауап бер маған. Солар екенін таныған ба? Президент мырза, иә? Шинхуа мен JK корпорацияларының бірігуінің арқасында Шинхуа корпорациясының акцияларының бағасы бірден өсті. Кей деректерге сүйенсек, екі корпорация туыстық қарым-қатынастарында нығайтпақ. Осының бәрі нені білдіретінін түсінесің бе өзің? Қалай ойлайсың? Егер осы байланыс үзіле қалса не болар еді? Акциямыз бірақ сәтте көк тиын болып шыға келеді. Тым болмаса атаң мен әкеңнің еңбектерін ойла. Олар осы іс үшін бар өмірлерін арнаған. Ал сен қайдағы бір шөп жылке үшін бәрінен айырылмақпысың? Апа доғар. Чумпио шыға тұрш. Мен әлі айтып болған жоқпын. Чумпио ертеңнен бастап, бос уақытыңның бәрін қалыңдығымен бірге өткізесің. Түсіндің бе? Жауап бер. Мен саған шық дедім. Мені қинағаның аз бет? Сен араласпа. Мені қонақ үйлерге, ал оны инвестицияға айырбастамақпысың? Тағы бірдеңе керек болса, не істемексің? Айырбас жасайтын басқа балаң да жоқ. Осының бәрін сендер үшін жасап жүрмін. Мұны қайдан шығардың? Сендер үшін дегенді қайдан ойлап таптың, апа? Менің білуімше, сен ештеңені ешқашан біз үшін істемейсің. Қазір бақытты өмір сүріп жүргенің кімнің арқасы? Бақытты өмір? Бақыт дегенің не екенін білесің бе, апа? Сенің сандырағыңды тыңдағым келмейді, жетер. Чемпионы жайына қалдыр. Бұл сенің жұмысың емес деп айттым ғой. Білесің бе?
Бұл жолы қол қусырып қарап отыра алмаспын. Құдайым. Джиху, сен мұнда... Суан концерт залы. Мына уақытта мұнда неғып жүрсің? Мен... осылай болып қалды. Мұнаның бәрін жалғыз тазалайсың ба? Иә, үйреніп қалдым. Не істеп жатырсың? Саған айтып ем ғой. Мен де тазалай аламын. Бірақ... сен... Рахмет. Міне. Тапқан ақшамды сенімен бөлісе алмайым. Сондықтан кофе мен драйв ұсынам. Драйв? Жанди? Жанди? Көзіңді аш. Естіп тұрсың ба? Бәрі жақсы. Қане?
Әлсіреп қалыпты, біраз демалсын. Бәрі қалпына келеді. Рахмет. Қолыңды байлап берем де, кетем. 참 힘든 일이지 한 걸음 뒤에서 너를 바라보는 거 이렇게도 내 눈물 때문에 그리움 때문에 흐려져가는 너를 처음 그대로 되돌릴 순 없는지 Мен саған досым ретінде жолымды бердім. Досымның көзі түскен қыз ғой деп. Өз бақытымнан бас тарттым. Бұдан артық шыдай алмаймын. Соны біліп қой. Не? Чемпионның қалыңдығы барын естіп, енді осылай айналдырайын дедің бе? Ардан безген ятсыз. Апа доғар! Тым болмаса, атаң мен әкеңнің еңбектерін ойла. Олар осы іс үшін бар өмірлерін арнаған. Ал сен қайдағы бір шөп жылке үшін бәрінен айырылмақпысың?
Әпке, біреу сені ойын алаңда күтем деп еді. Не боп қалды? Чумпио. Чумпио. Оған не болды? Не болды, айтсаңшы. Ол мені кездесуге шақырды. Қуанғаннан жүрегім жарылып кете жасады. Есіммен танып қалам ба деп қорықтым. Ал сосын саған айтып берейін дедім. Мені құттықтамайсың ба? Құттықтайын ба? Өзіңнің күйеу жігітіңе ғашық болу нағыз романтика ғой, солай ма? Әрине. Рахмет. Сырымды бөлісетін сен сияқты құрбымның болғаны қандай жақсы. Рахмет саған. Сәлем, сәлем. Тура осындайды маған да сыйлады. Түсінікті. Кеттік. Тоқтайтын. Қане бер қараңыздаршы. Күте тұрыңызшы, өтінем. Өздері жарасып тұр. Той күнін қашанға жоспарладыңыздар? Бер қараңыздаршы. Қане тағы да. Жарасымды жып. Өтінен бер қараңызшы. Сәлеметсіздер ме? Сырттай қарағанда екеуі өте жарасымды жып. Солай емес пе? Иә, әрине. Чунпио есейіп, байсалды болып кетіпті. Рахмет. Жөген, енді еркелікті қойғаның дұрыс. Чунпионы ұятқа қалдырма. Әрине. Жоқ. Олай емес. Шинхуа қожайындарының да өмір сүру салтын өзгертетін уақыт болған шығар. Джегион, алдағы уақытта да осылай жарқырап жүре бер. Рахмет сізге. Енді оңаша қыдыра беруге болатын шығар. Қайда бармақсыңдар? Бұл біздің алғашқы кездесуіміз. Артымыздан аңдымақсыңдар ма? Қойдым. Түсіндім. Оған қамқор бол, Чунпио. Әрине. Сау болыңыздар. Қара!
Кіп-кішкентай болып қайдан үйренгенсің? Болды, ойнамай. Мені апама апаршы. Қай апаңа? Ей, Чун, Джун, мен не, саған итпін бе? Ей, сен! 자꾸 익숙한 향기 나네요 그댈 스쳤던 바람이 지금 내 곁을 지나가나 봐요 나의 가슴 속에 그대만을 비추는 썰인가 봐요 아픈 상처까지 감싸지 Қандай сурет? ана жаққа қарашы. Әне, Жібер енді. 울며 이제 다시 꼭 눈을 감죠 사랑의 그대 두 눈 채울 수 мынаны сатып әперші. 사랑의 그대 내게 웃음 보여준다면 저기 별빛마저도 Тоқтай тұр. Жоқ, мен бармайым дедім ғой. Барғың келсе өзің бара бер. Жалғыз өзім қалай барам? Әлде биіктен қорқатын бедің. Солай де. Мұның ұят екен енді. Не, кім биіктен қорқады? Қорықсаң мінбесен де болады. Әйтпесе мініп алған соң, бар дауысыңмен бақырып жүрерсің әлі. Солай ма? Сен кімді жынды қылып тұрсың өзі? Жүр, әр нәрсені ойлай берме. 그대 따라서 걷고 있어요 저기 달빛 뒤에 숨어 그리 눈치 없으면 어떻게 Кучумпиомен Кімчандидің бірге өткізген алғашқы түні. 비라도 내리게 구름에게 또 한 번 부탁할까요 젖은 그대 마음 안아줄 수 있게 Love you 그댈 떠올리며 이제 다시 꼭 눈을 감죠 사랑의 그대 두 눈 채울 수 있다면 사랑의 그대 내게 웃음 보여준다면 저기 별빛마저도 모두 가져다 줄 텐데 사랑에 이런 내 맘 전할 수 있다면 사랑의 그대 그만 가르쳐 준다면 난 모두 닮아갈게요 Love you, love you, love you 그대여 Сабағың қалай? Өстіп жүріп, бір күні медициналық оқуға түсіп кетсем, нағыз керемет сонда болады. Өзің де кереметсің ғой. Не? Ұмытып қалдың ба? Керемет?
медициналық оқуға түспесем де, бәрібір атайдың емханасында жүре берем. Ал... Сен атаңмен татуласқың келмей ме? Татуласатындай ренжіскен жоқпыз ғой. Ол мені тастап кетті. Жоқ, олай емес. Атай да қиналып жүр. Сосын ол... Сосын не? Ол сені сағынып жүр. Қатты сағынып жүр. Неге күлесің? Әйтеуір сен, Чанди, жұрттың бәрі менен артық білесің. Мен Сохион, атам. Мен тек... Енді осылай жүре бересің бе? Күн сайын қасымдасың. Бірақ бар ойың мүлдем басқа жақта. Әбден жалықтырып біттің мені. Егер бұл жүрісіміз ұнамаса, онда қасыма жолама. Мен қатты уайымдаймын. Не? Үнемі саған алаңдап жүрем. Егер саған сенетін болсам, онда соңынан ермес едім ғой. Тып-тыныш күтіп отырар едім. Бұл үшін не істеуім керек? Мені сүйші. Ей, Чун, тоқта! Ей, Чун, тоқта дедім ғой. Тоқтай тұрш. Тағы не керек? Әбден шаршатып жібердің. Баршы енді. Сүйген жігітім болса, сонымен бірге 99 нәрсе істеймін деп армандаушы едім. 99? Осы да жетет маған. Қалғанын басқа жігітің айт. Түсінікті. Онда күніне бір нәрсе істейміз. Сонда 99 күн өтіп, 100-ші күнге жеткенде екеуміз нағыз жұп боламыз. 100 күн дейсің бе? Өзіңнің есің дұрыс па? Бүгін бірінші күн болғандықтан, менің тізімімнен 2 нәрсе істесек болады.
Джиху, мені бір жаққа апаршы. Алдыңғы өміріңде кәмшат болған шығарсың. Мен бе? Ұқсайсың. Сол сияқты еңбекқорсың, ерекшесің, сұлусың. Сондай ақ сусыз тұра алмайсың. Рахмет әрине. Бірақ су берісіне теңесең, қуанып қалар ем. Жоқ, болмайды. Ол сүйгенімен бірге бола алмайтынына көз жеткенде көбікке айналып кетеді. Сол ғана өкінішті. Біздің кәмшатымыздың қарны ашқан сияқты. Жүр, ақысын мен төлейін. Ей, маймыл, мұндай дәмханаға не үшін кірдің? Өтініп тұрмын ғой сенен, дәмін көрші өзің. Чүмпе, Чәнди? Чәнди, мұнда қайдан жүрсің? Екеуміз бір-бірімізді сезетін сияқтымыз. Сәлеметсіздер ме? Менің атым Чайынжи. Бір минут. Қош келдіңіз. Керамикалық бұйымдар әлеміне қош келіпсіз. Мінеки, бұлай істейді. Рахмет. Жоқ, саған рахмет. Не үшін? Әдетте, мұнда орта жастан асқан әйелдер ғана келеді. Сенің келгеніңе сондай қуанып тұрмын. Өнердің осы түріне қызығушылық танытқаның неліктен екен? Бір танысым осымен айналысатын еді. Ол саған ұнай ма? Не? Сен оны жақын біле түсу үшін оның сүйіктісін үйренгің келді ме? Бұл сезім маған бұрыннан таныс. Сізге де таныс па? Ол екеуміз бала кезімізден дос едік. Басқа балалар үй салып ойнап жүргенде, біз саздан ойыншық илейтінбіз. Жігітіңіз керамика бұйымдар жасаудың шебері болып шықты ма? Иә, шебер болып шықты. Бірақ менің жігітім болмады. Өкінішке орай. Кешіріңіз. Ештеңе етпейді. Соның арқасында шыңдалып шықтым. Міне, мына ыдыс сияқты. Сырт қарағанда нәзік боп көрінгенімен, іс жүзінде өте мықты ыдыс. Оны әуелі дайында, сығымдайды, сосын шығырдың дөңгелегіне салады. Ал сосын 1300 градус ыстықта ұстайды. дұрыс айтасың. 1300 градус ыстық пешті күйдіргеннен кейін, бұл ыдыс өте берік болып шыға келеді.
Ал сен мұны қайдан білесің? Бір жерден естіген едім. Мен үшін шығырдың дөңгелегі де, ыстық пеш те сол досым болды. Оны ұмыта алмадыңыз ба? Бір күні досыңды да ертіп кел. Жарай ма? Бұл менің шеберханам. Көңілдестеріңмен басқа жерде кездесе алмайсың ба? Балам, сенің немен айналысатыныңды білемін. Мүмкін бір-бірімізге көмектескеніміз жөн шығар. Егер өстіп күн сайын мазамдала берсең, шеберханамды басқа жаққа көшіремін. Өйтуге болмайды. Кетсем мен кетейін, сен не үшін көшесің? Әлде ұмытып кеттің бе? Енді су әулетінің бұл ісі маған емес, саған қалады. Джон, ұқтың ба? Бұның бәрін енді өзің басқарасың. Соның маған қажеті жоқ сияқты. Бірақ ешқашан бас тартқан жоқсың ғой. Солай емес пе? Неге бұлай өмір сүресің? Өйткені ішім пысады. Өмір әбден жалықтырып жіберді балам. Әбден. Өйткені адам сияқты өмір сүруге ешқашан тырыспағансың ғой. Бұл өмірде бір әйел үшін дұрыс өмір сүруге тырысқанмын. Одан айырылып қалған соң, басқалардың бәрі бірдей болып көрінеді. Өмір деген түсініксіз құбылыс. Түсініп болмайсың, балам. Апам ше? Оған қиянат жасадым деп ойламайсың ба? Сондықтан да бұл өмірден тезірек кетсем деп ойлап едім. Бірақ ештеңе мен ойлағандай болмайды. Ал сен мұрагеріміз Ильхён емес. Өзің болып қалғаның неліктен екенін білесің бе? Өйткені сен маған ұқсайсың. Әлде бұл қиянат па? Ұмытпа, адамға бір ғана мүмкіндік беріледі. Содан айырылып қалсаң, өмір бойы өкінумен өтесің. Бұл да қиянат, бірақ шындақ. Алыңыздар, мархабат. Үздік шыққан адамға тегін сыйлық.
20 минуттың ішінде кеспен жеп тауысқан қатысушыға 50 купон тарту етіледі. Ас болсын. Даяшы? Иә. Ана жазу рас па? Рас. Бірақ соны орындау қиынға түседі. Сынға түсіп көрмексіз бе? Жеңген адамға 50 купон берілетіні рас па? Әрине. Оны кім байқап көрмек? Мен. Ей, маймыл, не істеп отырсың? Чанди, сен де қосыл. Жарайды, қалайда ұтып шығам. Қажеті жоқ. Бұл не сұмдық? Осының бәрін жемексің бе? Егер жеп қойсам не істейсіңдер? Не? Егер жеңіп шықсам, үшеуің менің бір тілегімді орындайсыңдар. Қандай тілек? Мен келістім. Солай, мен дайынмын. Кеспені әкеле беріңіз. Бастайық. Елу бес, 56, 57, 58, 59. Алақай! Чанди, мынау саған. Ал енді менің тілегімді орындайсыңдар. Ол қандай тілек? Саяхатқа шығамыз. Не? Осы төртеуіміз. Чанди мен Джиху, сосын сен екеуіміз бәріміз бірге саяхаттап қайтамыз. Ей, маймыл. Жұп болып қыдырғаннан жек көретінім жоқ. Не айтып тұрсың? Тілегімді орындаймыз деп келіскен жоқсыңдар ма? Чанди, барасың ғой, я? Айтсаңшы енді. Неткен адамсың өзің? Қыз бала сонша кеспені қалай жейді? Ашаршылықтан келген сияқты. Чанди, барайықшы. Джиху, барасың ғой, я? Апа, өтінем, өлмеші. Таптым ғой сені. Апам өле ме? Жоқ, ол жазылып кетеді. Джон, қайдасың? Ичон! Ильхон ағаң шақырып жатыр.
Мені қалай таптың? Мен сенің қай жерде жүргеніңді бірден біліп қоям. Мен ұйықтап қалғанға дейін кетпеш. Мен біраз көз іліп алайыншы. Үнжі. Мүмкін тағы да тауып аларсың. Үнемі мені тауып алатын едің ғой. Қазір қайда екенсің? Қайырлы таң. Ей маймыл, ертелетіп не істеп жүрсің? Қалыңдығыңа қалай сөйлейсің өзің? Оқасы жоқ. Өзіме солай атағанын айт. Ол мені жақсы көргеннен солай дейтін сияқты. Үйреніп те кеттім. Оның жанда өзімді ақымақтарша сезінем. Тәрбиелі қыздардың жөні мүлдем бөлек деп сондықтан айтам. Мысалы, сенің жан дүниең әсем. Ондайды ешқашан үйрене алмайсың. Жоға, меніңше олай емес. Жақында бір қызбен таныстым. Кедей тұрса да өзі өте сұлу әрі мінезі жақсы. Құрбың ба? Ей маймыл, жүрмейсің бе? Кеш шықсақ көлік кептелісінде тұрып қаламыз. Сау болыңыз, біз кеттік. Уақытты көңілді өткізіңдер. Ана жаққа барамыз. Сәлеметсіздер ме? Тоқта! Ұнай ма саған? Әдемі ғой, чемпионға ұнар ма екен? Жалпы мұндай нәрселерге көңіл бөле бермеймін, бірақ адам деген қатты өзгеруі мүмкін ғой. Жұрттың бәріне менің жігітім деп айтқым келеді де тұрады. Джей мен Джей. Я чемпион мен Джигион. Осы әріптерді жазған кезде бойымды бір сезім билеп кетеді. Ол шынымен жігітім болғанына сондай қуанам. Джей мен Джей. Тамаша.
하루가 너무나 더디고 너무 힘들다 내 마음을 다 보이려 해도 그대 볼 수가 없어서 난 그저 지나간 시간을 원망하고 있어 또 계절이 또 바뀌어가도 나는 여전히 슬퍼 One more time Я, не дайындадыңдар? Қане? жек көр. Дәмді ме? 우산 속 다정한 네 모습 Сәлеметсіз бе? Бізге кешкі ас дайындап жіберіңізші. Өтінем. Рахмет, жақсы. 나는 여전히 슬퍼 One more time 아파도 조금 더 사랑을 할걸 너만을 Чәнди дәмі қалай? 꼭 너만을 위해 울게 Кел соғыстырайық. Келсеңші енді. Мен ішіп қойдым. All my love for you one more time all my love for you one more time Кімчанди, Кімчанди, Кімчанди көзіңді ашшы. Кімчанди! Кімчанди бәрі жақсы ма? Кімчанди! Көчімпе? Сен жүзе алмайтын едің ғой. Үйреніп алғам. Қалай үйреніп жүрсің? Үйрендім ғой әйтеуір. Басыңды судың үстінде ұста. Тізелеріңді бүкпе. Аяқтарыңмен жұмыс істе.
ана жолы сені басқа жігіттің құтқарғанын көргенде, одан да суға кетіп өлгенім артық деп ойладым. Ей, не боп қалды? Чанди, жақсысың ба? Көрмей тұрсың ба? Жақсы болған екен. Енді мен өзім алып жүрейін. Әрине жақсылап демалып алсын. Ал сен ше, бәрі дұрыс па? Аманмын. Екі латте дайын. Мінекей. Десерт мәзірінен не бар? Десерттен дейсіз бе? Шоколад қосылған бәліштер бар, бірақ латтеге чизкейк алсаңыз жақсы болады. Онда бізге 2 чизкейк әкеліңіз. 2 чизкейк. Иә. Жақсы. Ей, не істеп тұрсың? Есің дұрыс па? Жоқ. Тым мінсіз болып шықты. Бәрін енді түсіндім. Не? Нені түсіндің? Есіңде ме? Атамыз бір ыдыс сатушы туралы айтып еді ғой. Сонда не дегің келіп тұр? Сол саудагер таңдаған ыдыс мен емес. Сен екенсің. Аға? Сенің қолың менің қолымда осындай болса ғой шіркін. Білесің босыны. Сондықтан бас тартпақсың ба? Өстіп кете саласың ба? Сен қашып бара жатырсың. Осы үйде жалғыз қалдырып кетпексің бе мені? Бәрін менің мойныма арта салып, өзің бар қиындықтан қашып құтылмақсың ғой. Жағдайың жақсы ма? Маған енді жүзуге болмайтынын ұмытып кете берем. Қайтем. Сонда қалай? Сені үнемі күзетіп жүруім керек пе? Иә, бір затымды жоғалтып алған ем. Қазір келем. Сен алаңдама, Джиху. Ештеңе білдірмеймін.
힘든 일이지 한 걸음 뒤에서 너를 바라보는 건 이렇게도 내 눈물 때문에 그리움 때문에 흐려져가는 너를 처음 그대로 енді оны өзім алып жүремін. 이름조차 모르게 조금만 더 이대로 바라보기만 할게 지금 난 너밖에 보이질 않는데 오늘까지만 너를 그저 바라만 보다 내일은 널 잊겠다고 다짐한 мұның не? Он жетінші бөлімнің соңы. Фильм 100% қазақша жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің тапсырысы бойынша аударылып дыбысталды. 2019 жыл.